Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 101 сабақ өзіңді тексер. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Өзіңді тексер. Бірінші жаттығу. Берілген сөз табы туралы білетініңді айт. Зат есім. Бірінші, нені білдіреді? Зат есім. Екінші, қандай сұрақтарға жауап береді? Енді осы сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, зат есім заттың атын білдіреді. Екінші, кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Келесі екінші жаттығу. Сөздерді оқы. Әр қатарда берілген 5 сөздің қайсысы артық? Неге? Мұнда бізде берілген сөздерді рет-ретімен оқып, қайсысы артық екенін анықтайық. Бірінші, Алатау, Алматы, Өзен, Маңғыстау, Жамбыл. Бұл жерде артық сөз өзен. Басқа сөздер жалпы есім, ал өзен жалпы есім. Екінші, елік, қояндар, алмалар, құстар, қаламдар. Бұл жерде артық сөз елік. Басқа сөздер көпше түрде жазылған, ал елік жекеше түрде жазылған. Үшінші, ай, айкүміс, ата-ана, асық-жілік, тасбақа. Бұл жерде артық сөз ай. Себебі ай дара зат есім болып тұр, ал басқа сөздер күрделі зат есімдер болып табылады. Келесі үшінші жаттығу. Оқы. Бұл үзінді қай ертегіден екенін есіңе түсір. Қарны ашқан күшік тауда қаңғып жүрсе, қасқыр жүгіріп келіп, «Ей күшік, мен сені жеймін» депті. «Қой көкешім, қой, әуелі мені тойғыз, сонан соң жерсің» депті күшік. Қасқыр, «Жарайды, жарайды, менің соңымнан қалмай ере бер» депті. Бұл күшік пен мысық ертегісі. Енді үшінші жаттығудың астындағы тапсырмаларды орындайық. Бірінші, ертегіден зат есімдерді теріп жазып, олардың түбірі мен қосымшасын тап. Екінші, ертегіні әрі қарай жалғастыр. Ертегінің ішіндегі зат есімдер күшік, түбір сөз, тауда, түбірі тау, да, жалғау, қасқыр, түбір сөз. Ертегіні әрі қарай жалғастыр. Екеуі бірге келе жатып, бір топ сиырды көріпті. Қасқыр өзінің жолдасына қарап, «Маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, аузым, құйрығым қандай екен» депті. «Сенің екі көзің шоқтай қызарып жайнаған, екі құлағың жымиған, аузың арандай ашылған, құйрығың артқы екі аяғының арасында қыстырылып, жас шыбықтай болып майысқан» депті күшік. «Мен не қылар екем, соны қара» депті де қасқыр шапшып барып, бір бұзаудың тамағына жабысады да, тұншықтырып өлтіріп, күшікті де тойғызады, өзі де тояды. «Мен тойдым, сенің етіңді енді жемеймін, қош бол» дейді де қасқыр желе жортып кетіп қалады. Ары қарай ертегіні өз қалауларыңыз бойынша тағы да жалғастырып жазуларыңызға болады. Бұл ертегіден алынған қысқаша үзінді. Келесі төртінші жаттығу. Қай сөздер көп? Бізге берілген сөздерге тоқтала кетсек, олар жайық, бесік, жиренше, ертегі, тайбурыл, оқушы, көз және сөз табы. Және де суретте бізге таразы берілген. Таразының бір басында жалқы есім, екінші басында жалпы есімдер. Сол бізге берілген сөздердің ішінен қай сөздер көп екенін анықтайық. Жайық, жалқы есім, бесік, жалпы есім, жиренше, жалқы есім, ертегі, жалпы есім, тайбурыл, жалқы есім, оқушы, жалпы есім, көз, жалпы есім және сөз табы, жалпы есім.
яғни жалпы есімдер көп екен. Енді жалпы есімдерді көшіріп жазамыз. Жалпы есімдер бесік, ертегі, оқушы, көз және сөз табы. Келесі 5-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Білмейді омар ораздар, жұмбақ сырлар біраз бар. Неге ұшпайды түйе құс, күрке тауық қораздар. Дақ бар неге күнде, соны айтпаса білім бе? Неге жалғыз тұрады көрт ұшқандар әнінде. Өлеңнен күрделі зат есімдерді тап. Өлеңдегі сұрақтарға жауапты энциклопедиядан тауып жаз. Өлеңдегі күрделі зат есімдер түйе құс, күрке тауық және көр тышқан. Енді өлеңдегі сұрақтарға жауап берсек. Бірінші. Неге ұшпайды түйе құс, күрке тауық қораздар? Бұл құстардың денелерінен қанаттары ірірек болғандықтан ұша алмайды және олар ұшпайтын құстар тобына жатады. Екінші. Неге жалғыз тұрады көр тышқандар інінде? Себебі олардың көздері соқыр, жарықты және тағы басқа көп нәрсені көре бермейді.